Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырып шоқ жұлдыздар, созвездие. Сабақтың мақсаты тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру. Шоқ жұлдыздар, созвездие. Балалар, ерте заманнан адамдар жұлдызды аспанды шоқ жұлдыздарға бөлген. Шоқ жұлдыздар, созвездие. Ерте заманнан, с ранних времен, адамдар жұлдызды аспанды, небесное тело, небеса, делили на созвездие. Қазіргі кезде 88 шоқ жұлдыз бар. Қазіргі кезде, сейчас, есть, бар 88 шоқ жұлдыз. 88 созвездий. Көп уақытқа дейін халық жұлдыздар орнынан қозғалмайды деп жорамалдаған. Многие века народ думал, что предполагал, жорамалдаған, что звезды не меняют своего места. Қозғалмайды, не меняют. Аспанда тек темірқазық жұлдызы қозғалмайды. Посмотрите, темірқазық жұлдызы, полярная звезда. Тек қозғалмайды, только она не меняется, не меняет своего места. Қалған жұлдыздар темірқазықты айналып, қозғалып отырады. Остальные звезды айналып, вокруг полярной звезды, қозғалып отырады, двигаются. Ол үлкен аю шоқ жұлдызының жоғары жағында орналасқан. Жоғары жағы, выше, расположена выше большой медведицы. Үлкен аю бұл шоқ жұлдыз. Большая медведица – это созвездие. Растхана. Ребята, что такое растхана? Сейчас мы с вами об этом поговорим. Бұрын, раньше, жұлдызшылар аспан денелерін еш техникасыз бақылаған. Наблюдали без техники. Не было никакой техники раньше. Қазір, сейчас. Қазір ғалымдар жұлдыздарды үлкен расатханалар мен астрономиялық орталықтарда зерттейді. Сейчас астрономы звезды исследуют в обсерваториях и больших астрономических центрах. Расатхана, обсерватория. Мынау Алматыдағы Каменская плата расатханасы. Это обсерватория, которая находится в Алмате, в Каменская плата. Мынау зерттеу жүргізеді. Идет исследование. Расатханада зерттеу жүргізіледі. В обсерватории проводится исследование. Жаңа сөздер. Шоқ жұлдыз, созвездие, жорамалдаған, предположение, мәңгілік өзгермейді, не меняется никогда. Мәңгілік слово переводится в вечность. Ілім, учение, дәлелдеу, доказывать, дөңгелек, круг, круглый, ғылымды дамыту, развивать науку. Естеріңде сақтаңдар, сөздік дәптерлеріне жазып алыңдар. Қайталаймыз. Шоқ жұлдыз, жорамалдаған, мәңгілік өзгермейді, ілім, дәлелдеу, дөңгелек, ғылымды дамыту. Тыңдалым оқылым
57 бет 3 тапсырма. Қажетті сөздер. Нужные слова, которые нам понадобятся при чтении текста. Жорамалдаған, предполагали, заманынан, со времен, мәңгілік, вечность, өзгермейді, не меняется, сенген, верили, сияқты, как, анықтап, определив, дәлелдеген, доказал, алғаш, впервые, дамытуға, для развития, еңбек еткен, трудился. Тыңдаймыз мәтінді, слушаем текст. Ерте заманнан адамдар жұлдызды аспанды шоқ жұлдыздарға бөлген. Ерте заманнан. С ранних времен люди делили на созвездие звезды. Қазіргі кезде 88 шоқ жұлдыз бар. Көп уақытқа дейін халық жұлдыздар орнынан қозғалмайды деп жорамалдаған, предполагали. Аристотель заманынан бастап ғасырлар бойы жұлдызды аспан мәңгілік өзгермейді деп сенген, верили. Аристотель заманынан, со времен Аристотеля. Во что же верили? Жұлдызды аспан мәңгілік өзгермейді. Мәңгілік, вечность, өзгермейді, не меняется. Что небесные звезды никогда не меняются. Аспан – хрусталь, сфера. Небо – хрустальная сфера. Оның сыртында құдайлар өмір сүреді деп сенген, верили, что небо – это хрустальная сфера, а за ней, за сферой, живут боги. 16 ғасырдың соңында, в конце, Джордано Бруно жұлдыздар күн сияқты как аспан денелері деген пікірді айтқан. Пікір, мнение. Джордано Бруно высказал такое мнение. Жұлдыздар күн сияқты аспан денелері. Ғалымдар жұлдыздарды дүние жүзіндегі үлкен расатханалар мен астрономиялық орталықтарда зерттейді. Қазақстанда астрофизика институты зерттейді, ребята, исследует. Неміс ғалымы Бессель аспан әлемін зерттеген, исследовал. Бессель жаңа аспан денелерін ашқан. Жаңа аспан денелері, новые небесные тела. Ашқан, открыл. Ғалым, ученый, әлемдегі бірінші астроном. Ол 75 мың жұлдыздың орнын анықтап, Коперниктің ілімін дәлелдеген, доказал, ілімі учение, он доказал учение Коперника. Каким образом? 70 мың жұлдыздың орнын анықтап, определив места 75 тысяч звезд. Коперник жердің дөңгелек екенін алғаш айтқан. Впервые айтқан сказал. Что сказал Коперник? Жердің дөңгелек, круглый. Что Земля круглая. Бессель Кёнигсберг расатханасында жұмыс істеген, работал. Бессель 19 ғасырда ғылымды дамытуға көп еңбек еткен, трудился, дамытуға для развития. Бессель очень много трудился для развития науки в 19 веке. Балалар, мәтінді өздерің оқып шығыңдар.
Сами самостоятельно прочитайте текст. Запомните слова, есте сақтаңдар, сөздіктеріне жазып алыңдар. Мәтінді бір қайтара оқып шығыңдар. Прочитайте самостоятельно текст еще раз. Жазылым. Письменная работа. 56 бет, екінші тапсырма. Берілген етістіктердің түбірін анықта. Определи корни данных глаголов. Болымсыз етістікке айналдыр. Образуй отрицательную форму глагола. Етістіктің болымсыз түрі. Отрицательная форма глагола. Давайте вспомним, как же образуется отрицательная форма глагола. Суффиксы маме, бабе, папе болымсыз етістікті жасайды. Маме жұрнағы, бабе жұрнағы, папе жұрнағы. Маме жұрнағы дауысты және үнді дауыссыздарға аяқталған сөздерге жалғанады. Суффиксы маме добавляются к словам, которые заканчиваются на дауысты гласные и үнді сонорные звуки. Ұяң дауыссыз дыбыстарға және н дыбысына аяқталатын сөздерге бабе жұрнағы жалғанады. К словам, которые заканчиваются на звонкие и на сонорную букву н добавляется суффикс бабе. Қатаң дауыссыз дыбыстарға аяқталатын сөздерге папе жұрнағы жалғанады. К словам, которые заканчиваются на глухие согласные, прибавляются суффиксы папе. Үндестік заңы бойынша, по закону сингармонизма, слова подразделяются на жуан, твердые, и жіңішке, мягкие. Соответственно, суффиксы добавляются. Жуан сөзге жуан жұрнақ жалғанады, жіңішке сөзге жіңішке жұрнақ жалғанады. Ребята, мы с вами вспомнили отрицательную форму глагола. Теперь приступайте к выполнению задания. Енді тапсырманы орындаңдар. Бірінші, сначала түбірді табыңдар, найдите корень. И екінші, второе, от корня образуйте отрицательную форму. Түбірден болымсыз етістікті жасаңдар. Балалар, егер барлығы түсінікті болса, если все понятно, тапсырманы орындаймыз, выполняем задание. Оқылым айтылым. Устная работа. 57 бет, 5 тапсырма. Для выполнения данной работы мына тапсырманы орындау үшін мәтінді оқып шығу керек. Нужно прочитать текст, который мы с вами только что разобрали. Төмендегі берілген жоспарды, мынау жоспар, это план. Мазмұнға сәйкестендіріп, орнына қой. Данный план вы должны расставить по тексту, по ходу текста. Правильно расставить по ходу текста, чтобы у вас получился правильный план к тексту. Ребята, если задание все понятно, егер тапсырма түсінікті болса, тапсырмаларды орындаймыз, выполняем задание. Сау болыңдар, балалар.